Кішкентай ханзада. Бірінші бөлім. Бірде 6 жастағы кезінде жабайы орман туралы бастан кешкен оқиғалар деп аталатын кітаптан ғажайып бір сурет көрдім. Суретте айдаһар жылан арыстанды бүтіндей жұтып жатты. Сол суреттің көшірмесі мынадай. Кітапта былай деп жазылған: айдаһар жыландар жемтігін шайнамай бүтіндей жұтады. Содан кейін олар 6 ай бойы қозғалмастан тамағын қорытады екен. Сол сәтте менің джунгли оқиғалары жайлы ойларым сан-саққа жүгірді. Мен қолыма түрлі түсті қарындаш алып, тұңғыш суретімді сала бастадым. Менің нөмірі 1 суретімнің пішіні былай еді. Мен бұл өнер туындысын ересек кісілерге көрсеттім де, олардан суретім қорқыныш тудырады ма деп сұрадым. Олар қалпақта қорқынышты болады ма екен десті. Ал менің салғаным қалпақ емес еді. Ол пілді қорқытып жатқан айдаһар жыланның суреті болатын. Бұдан соң үлкендерге түсінікті болу үшін айдаһардың ішкі бөлігін бейнеледім. Үлкендерге үнемі түсіндіріп отыру керек. Менің нөмірі 2 суретім былай болып шықты. Үлкендер маған айдаһар жыланды іштей немесе сырттай бейнелегенімді қойып, одан да географияға, тарихқа, есеп-қисапқа және жазу ережесіне көбірек көңіл қоюыма кеңес берді. Осылайша мен атақты суретші болу арманымнан 6 жасымда бас тарттым. Нөмірі 1 және нөмірі 2 суретімнің сәтсіз шығуы менің меселімді қайтарып тастады. Үлкендер ештеңені ешқашан өз беттерімен түсінбейді. Ал әр нәрсені үнемі ежіктеп түсіндіре берген балаларды мезі етіп жібереді. Сондықтан да мен басқа мамандықты таңдауға мәжбүр болдым. Ақыры ұшқыш болып шықтым. Жалпы әлемді түгелге жуық араладым. Шынына келсек, географияны білгенім маған көп көмегін тигізді. Мен бір көргеннен ақ Қытайды Аризонадан ажырата аламын. Бұл түнде адасып кеткен жағдайда өте пайдалы нәрсе. Мен өмірімде көптеген ұлағатты адамдарды кездестірдім. Көп уақыт бойы үлкендердің ортасында болдым. Олармен қоян қолтық араластым. Дегенмен, оларға деген көзқарасым жақсармады. Басқаларына қарағанда парасаттылау ғой деген адамды кездестіре қалсам, өзімен үнемі бірге алып жүретін нөмір 1 суретімді көрсетіп, оны сынақтан өткізетінмін. Шынымен түсінігі бар адам екенін білгім келетін. Өкінішке орай, олардың қай-қайсысы болсын маған бұл қалпақ қой деп жауап қайыратын. Сондықтан мен оған айдаһар жылан жайлы да немесе жабайы ормандар мен жұлдыздар туралы да сөз қозғамайтынмын. Олардың ұғымына түсінікті болатын бридж бен гольф ойындары жөнінде, саясат пен галстук туралы әңгімелесетінмін. Сонда барып, ересек кісі жөн жосықты білетін адаммен танысқанына риза болып қалатын. Осылайша сырымды шынайы бөлісетін жан табылмай, жалғызсырап жүруім бұдан 6 жыл бұрын Сахара шөліне ойда жоқта қонуға мәжбүр болған кезіме дейін созылды. Мотордың бір тетігі сынса керек. Жанымда не механик, не бір жолаушы болмағандықтан, қиын да болса ұшақты жөндеп көрмекке бел будым. Бұл мен үшін өмір мен өлім арасындағы айқас еді. Өйткені 8 күнге жетер-жетпес суым қалған болатын. Сонымен бірінші түні адамзат мекенінен мыңдаған шақырым қашықтықтағы жапан түзде, құм үстінде түнеп шықтым. Мен өзімді мұхит ортасында, кеме апатынан кейін тақтай үстінде қалқып жүрген адамнан бетер жалғыз сезіндім. Сондықтан болар, таң сәріде жіңішке бір дауыстан оянып кеткендегі таң қалғанымды көрсеңіз ғой. Ол дауыс: өтінемін, қошақанның суретін салып берші, деді. Немене? Маған қошақанның суретін салып бер. Мен төбемен жай түскендей орнымнан атып тұрдым. Көзімді уқалап жіберіп, төңірегіме байыптап қарадым. Маған тесіле қарап тұрған ғажайып бір кішкентай баланы көрдім. Мен кейінірек салған оның ең таңдаулы суреті мынау. Бірақ әрине, менің салған суретім нақ өзінде келісті емес. Олай болғанына менің еш кінәм жоқ. Менің 6 жасымда сенен еш суретші шықпайды деп үлкендер көңілімді қалдырғаны бәріне белгілі. Айдаһар жыланды іштей және сырттай бейнелеуден басқаны үйрене алмағанмын. Өстіп мен аяқ астынан пайда болған құбылысқа көзім бақырайып таңғала қарап тұрдым. Мыңдаған шақырым бойына тірі пенде кездеспейтін айдала шөлде тұрғанымды ұмытпаңыз. Бірақ бұл кішкентай бала адасып кеткен, не әлсіреп шаршаған, не ашығып немесе шөл қысып, не болмаса үрейден есі шығып тұрған адамға ұқсамайды. Ол
ел мекендеген аймақтан мыңдаған шақырым қашықтықтағы айдалада адасып кеткен баланың кейпіне тіпті де ұқсамайды. Ақыры мен есімді жиып, оған былай деп тіл қаттым: ал мұнда неғып жүрсің? Сонда ол маған өтінішін жайлап қана қайталап айтты: өтінемін, маған қошақанның суретін салып берші. Бұл ғажап бала маған әсер еткені сонша, оның өтінішін орындамасқа лажым қалмады. Өлім қаупі төніп тұрған адам мекенінен мыңдаған шақырым қашықтықтағы меңіреу түзде болып жатқан мына нәрсе миға қаншалықты сыйымсыз болса да, мен қалтамнан бір парақ қағаз бен қалам шығардым. Осы мезетте менің есіме тек географияны, тарихты, есеп-қисап пен жазу ережесін ғана оқығаным есіме сап ете түсті де, кішкентай балаға аздаған ренішпен сурет сала алмайтынымды айттым. Ол маған ештеңе етпейді, қошақан салып берші деп жауап қатты. Өмірімде қой салып көрмеген басым қолымнан келетін екі суреттің біреуін сала салдым. Айдаһар жыланның сыртқы кейпі. Сонда баланың айтқан сөзін естігенімде тұрған орнымда қалшиdim да қалдым. Жоқ, айдаһар жылан жұтып қойған пілдің қажеті жоқ. Айдаһар өте қауіпті, ал піл болса тым үлкен. Менің үйімде бәрі кішкентай. Маған керегі қошақан, қошақанның суретін салып бер. Мен сұрағанын салып бердім. Ол суретке жер қарады да сосын: жоқ, бұның әлден бастап-ақ ауру ғой, басқасын сал деді. Мен тағы салдым. Менің досым маған түсінушілікпен биязы жымиып: өзінде көріп тұрсың, бұл қой емес, қошқар ғой, бұның мүйіздері бар. Суретімді басқаша салып бердім. Алайда басқалар сияқты ол да көңілінен шықпады. Ал мұның өте кәрі, маған ұзақ өмір сүретін қозы керек. Енді шыдамым таусылған әрі моторды ашуға асыққан басым мына бір суретті шимайлай салдым да: мынау жәшік, сенің қалаған қошақаның осының ішінде, дедім балаға. Жас төрешінің жүзі жадырап шыға келгенін көріп аң-таң болдым. Тура осындай керек еді. Қалай ойлайсың, бұл қошақанға көп шөп керек пе? Деп сұрады ол. Неге? Өйткені бізде бәрі кішкентай. Жететін болар. Саған тіптен кішкентай қошақан жасап бердім ғой. Ол суретке үңіліп қарап, соншама кіші де емес, қара, ұйықтап қалды. Осылайша мен Ханзадамен таныстым. Оның қайдан келгенін көпке дейін түсіне алмадым. Кішкентай Ханзада маған үстемелеп сұрақ қоя береді де, ал өзі менің сұрақтарымды естімеген қалып танытады. Абайсызда айтылып қалған сөздер ғана жұмбақтың сырын аша бастады. Ол менің ұшағымды қолдан келмейтін болған соң ұшақтың суретін салып жатпаймын. Байқап қалған кезде: бұл не нәрсе? Деп сұрады. Бұл нәрсе емес, бұл ұшақ. Аспанда ұшады. Менің ұшағым. Өзімнің ұшатынымды масаттана айттым. Сол мезетте ол: қалайша? Аспаннан құлап түстің бе? Деп айқайлап жіберді. Иә, дедім мен жайбарақат. О, мұның қызық екен. Кішкентай Ханзада осылай деп дауыстап күліп жібергені менің намысыма қатты тиді. Біреудің бақытсыздығын күлкіге айналдырғанды кім жақсы көрсін? Сосын ол: демек, сен аспаннан түскен екенсің ғой. Қай планетадансың? Ғайыптан пайда болуының сырын ашатын кілт табылған сияқтанып, мен де сұрақты жаудырып жібердім. Сөйтіп, басқа планетадан келдің бе? Бірақ ол маған жауап қатпады. Ол менің ұшағыма қараған күйі басын шайқап: шын мәнінде сен мұнымен алыстан ұшып келуің мүмкін емес. Сөйтіп, ол ұзақ ойға шомып кетті. Ақырында қалтасынан мен сыйлаған қошақанды шығарып, ғажап қазынасына сүйсіне қарады. Басқа планеталар жайлы бұл құпияның бір бөлігі менің қызығушылығымды қалайша арттыра түскенін білесіздер ғой, шіркін. Бұл сыр жайлы барынша көбірек білуге тырыстым. Балақай, сен қайдан келдің? Үйің қайда? Менің қошақанымды қайда алып кетпекшісің? Ол үн-түнсіз біраз ойланып отырды да былай деді: маған жәшігімен бергенім қандай жақсы болды. Ол түнде қошақанға пана болады. Әрине, ақылды бала болсаң, оны күндіз байлап қоятын арқанда жасап беремін. Керек десең қызық та болады. Менің ұсынысым кішкентай Ханзаданың жанын түршіктіріп жібергендей болды. Байлап қою үшін өзің бір қызық екенсің. Егер сен оны байлап қоймасаң, басы ауған жағына кетіп, жоғалып кетуі мүмкін. Осы арада менің досым тағы да күліп жіберді. Қайда кетеді дейсің? Қайда болса сонда, басы ауған жаққа. Сонда кішкентай Ханзада салмақты түрде былай деді: ештеңе етпейді. Бізде өріс тар. Сосын сәл-пәл мұңайыңқырап тұрып сөзін былай жалғады:
Басын ауған жаққа жүре берсең де алысқа ұзамайсың. Осылайша мен екінші бір маңызды жаңалықтың бетін аштым. Баланың тұратын планетасы үйден сәл ғана үлкен екен. Бұл жайт мені онша таңғалдыра қойған жоқ. Аттары Жер, Юпитер, Марс, Шолпан сияқты ірі планеталардан басқа да жүздеген, кейде майда болғандар соншалық қуатты дүрмен көзге әрең шалынатын жұлдыздар да бар екенін жақсы білетінмін. Астроном осындай бір жұлдыз таба қалған жағдайда оған ат қоймай нөмірлей салатын. Мысалы 3251 астероид деп атай салады. Кішкентай ханзада Б612 астероид деп аталатын планетадан келген деп жорамалдауына нақты себеп бар. Бұл жұлдызды тек бір мәрте ғана 1909 жылы түрік астрономы қуатты дүрбі арқылы байқап қалған. Ғалым өзін ашқан жаңалығын халықаралық астрономиялық конгресте дүние жүзіне паш етеді. Бірақ оған ешкім сенбеген. Өйткені ол ұлттық түрік киімін киіп шыққан екен. Үлкендер осындай халық. Бір тәуірі түрік сұлтаны Б612 жұлдызының атын сақтап қалу үшін өз халқын еуропалықтарша киінуге мәжбүр еткен. Көнбегендерді өлім жазасымен қорқытқан. 1920 жылы сәнге сәйкес әдемі киінген астроном өзінің жаңалығы жайында тағы бір баян етеді. Бұл жолы барша жұрт оның айтқанын құптайды. Менің сіздерге Б612 жұлдызы жайлы тәптіштеп айтып, оның нөміріне шейін атап жатқаныма үлкендер кінәлі. Үлкендер есеп сандарды ұнатады. Сіз оларға жаңа дос таптың десеңіз, олар ең басты нәрсе жайлы сұрамайды. Олар сізден достың дауысы қандай екен, ол қандай ойынды ұнатады, көбелектер жинай ма екен деп ешқашан сұрамайды. Үлкендер сізге жасы қаншада, қанша ағайынды екен, салмағы қанша, әкесі қанша табады екен деген сұрақтар қояды. Сонда ғана үлкендер ол адамды жақсы білеміз деп ойлайды. Егер де сіз үлкен кісілерге мен қызыл кірпіштен салынған әдемі үй көрдім, терезесінде гүл өсіп, шатырдың үстінде көгершіндер ұшып жүр десеңіз, олар сол үйді көз алдарына елестете алмайды. Сол үшін оларға былай түсіндіру керек. Мен 100 000 франк тұратын үйді көрдім. Сонда ғана олар қандай тамаша деп тамсанады. Осы сияқты, сіз үлкендерге кішкентай ханзаданың осы өмірде шынымен болғанына, оның сүйкімді жүзі, күлкісі, немесе қошақан сұрағаны дәлел бола алады. Немесе қошақаным болсын деп тілеген баланың осы дүниеде бар екеніне күмәніңіз бар ма десеңіз, үлкендер иықтарын қусырып сізді былдырлаған жас балаға теңейді. Ал егер сіз оларға ханзада Б612 жұлдызынан ұшып келген десеңіз, олар сізге сеніп, өз сұрақтарымен мазаңызды алмайды. Міне, үлкендер осындай. Оларға ашуланудың қажеті жоқ. Балалар үлкендерге мейірімділікпен қарап, олардың кемшіліктерін кешіре білулері керек. Өмір дегеннің не екенін жақсы білетін біз, әрине, нөмірлерге пысқырып та қарамаймыз. Мен бұл оқиғамды ғажайып ертегідегідей етіп бастаушы едім. Анықтап айтсақ, былай деп бастар едім. Ертеде кішкентай бір ханзада болыпты. Ол өзінен сәл ғана үлкен планетада тұрып, досқа өте зәру болыпты. Өмірді жақсы түсінетіндер үшін бұл күмән келтірмейтін шындық. Мұны айтып жатқан себебім, менің кітабымды тек ермек үшін жеңіл-желпі оқығанын қаламаймын. Бұл оқиғаны баяндап беру оңайға түспес. Менің досым қошақанымен бірге мені тастап кеткеніне мінекей 6 жыл толды. Сондықтан досымды ұмытпау үшін ол туралы сыр шертпекпін. Досты ұмытқан деген көңілсіз нәрсе. Досы бар адамдар аз. Мен де тек сандарға ғана қызығатын ересектерге ұқсап кетуім мүмкін еді ғой. Солай болып кетпес үшін мен бір қорап түрлі түсті қарындаштар мен бояулар сатып алдым. Мүмкін менің жасымда суретпен айналысу қиындау болар. Оның үстіне мен 6 жасымда айдаһар жыланның ішкі және сыртқы кейпін бейнелегеннен басқамен айналыспадым ғой. Әрине, барынша ұқсатып бағуға тырыстым. Бірақ та ойлағанымдай болатынына көзім жетпейді. Бір суретте пішіні шықса, екіншісінде тіптен ұқсамайды. Бойын да дұрыстап ұқсата алмадым. Мынаусында кішкентай ханзаданың бойы биік болып шықса, екіншісінде тым аласа. Киімінің түсінде ұмытыңқырап қалыппын. Олай да, бұлай да салған сындым. Мен кейбір маңызды жайттарды сипаттағанда қате жіберуім де мүмкін. Оның үшін кешірім өтінемін. Менің досым ештеңені тәптіштеп түсіндірген емес. Мүмкін ол мені дәл өзіндей деп ойлаған шығар. Бірақ
Өкінішке орай, мен қошақанды жабық жәшіктен көре алмаймын. Мүмкін, мен аздап үлкендер сияқты шығармын. Сірә, мен қартайған болармын. Әр күн сайын мен оның планетасы және сапарға аттанған кезі жайындағы хабарлардың шет жағасын біліп отырумен болдым. Абайсызда айтылып қалған ой-пікірлер сол жұмбақтың шешуін табуға жол көрсеткендей болады. Осылайша мен баобаб қасіреті туралы 3-ші күні білдім. Бұл жолы да әңгіме сол қошақанның арқасында басталып кетті. Өйткені ханзада кенеттен күмәндана қалып, менен былай деп сұрады. Айтшы, қойдың бұталарды жейтіні рас па? Иә, ол рас. Онысымен ризамын. Қойдың бұталарды жейтіні неге сонша маңызды екенін әлі түсіне қоймадым. Кішкентай ханзада оған қоса былай деді. Демек, қой баобабтарды да жейтін болғаны ғой. Мен баобабтың бұта емес, шіркеудің биіктігімен бірдей үлкен ағаш екенін, пілдердің бір үйірін жинап апарса да, баобабтың біреуін де жеп бітіре алмайтынын түсіндіріп бақтым. Пілдердің үйірі туралы естігенде кішкентай ханзада күліп жіберді. Онда пілдерді бірінің ішіне бірін шығарып қою керек болар еді. Сосын данышпансыған түрмен баобаб ағашы биік болып өскенге дейін аласа бұта болмай ма? Дәл солай. Бірақ та неге сен қойдың жас баобаб бұталарын жегенін қалайсың? Екінің біріне белгілі жайт сияқты. О не дегенін деп таңданды ол. Мәселенің не нәрседе екенін түсінгенше біраз бас қатыруыма тура келді. Шындығына келгенде кішкентай ханзаданың планетасында басқа жерлердегі сияқты пайдалы шөптер мен арам шөптер өседі екен. Ендеше жақсы ұрықтан құнарлы шөптің немесе зиянды ұрықтан арам шөптің өсетіні белгілі. Алайда өсімдік ұрықтары көзге көрінбейді ғой. Олар жер қойнауында біреуі қылтиып бой көтергенше жата береді. Әуелі біреуі қылтиып шығып күнге қарай талпынған, ешкімге зияны жоқ әдемі өсімдіктің сабағына айналады. Егер де шалғам немесе бір шоқ раушан гүлінің сабағы болса, өсіре беруге болады. Ал егер арам шөп екеніне көзін жетсе, ол өсімдікті тамырымен қоса сол мезетте жұлып тастау керек. Ал кішкентай ханзаданың планетасында аса зор зиянды ұрықтар болған. Ол баобабтың ұрықтары. Планета қойнауы осындай ұрықтарға толып кеткен. Егер уақытысында құртпасаң, баобабтан ешқашанда құтыла алмайсың. Ол бүкіл планетаны жаулап алады. Оның қойнауын тамырмен жарып шығады. Егер де планета тым кішкене, ал баобаб ағашы тым көп болса, олар планетаны жарып бөлшектеп жібереді. Бұл әрине тәртіп мәселесі, деді маған кішкентай ханзада кейінірек. Таңертең ұйқыдан тұрып, жуынып шайынып болған соң, планетаны ретке келтіруге көшу керек. Баобаб пен раушан гүл бұтасы балауса шақтарында өте ұқсас. Сондықтан баобабты ажырата салысымен күнделікті отап отыруға тиіссің. Бұл іш пыстыратын, бірақ еш қиыншылығы жоқ жұмыс. Сосын бір күні кішкентай ханзада осыны балалардың миына жақсылап құйып қою үшін маған әдемі бір сурет салып беруге кеңес берді. Егер олар саяхатқа шықса, керектеріне жарар. Кейде істер ісімді кейінге қалдырғаннан зиян нәрсе жоқ. Ал егер баобабқа ерік берсең, пәлеге душар боласың. Тұрғаны жалқау бір планетаны білуші едім. Ол дер кезінде 3 бұтаға көңіл бөлмей, ақырында кішкентай ханзаданың нұсқауы бойынша осы планетаның суретін салдым. Елге ақыл айтқанды жаным жек көреді. Бірақ баобабтың қаншама қауіп төндіретінін екінің бірі біле бермегендіктен және астероид үшін бұл қатер өте қомақты болғандықтан осы жолы әдеттегі ұстамдылығымнан бас тартуға бел будым. Балалар, баобабқа сақ болыңдар, деймін мен. Талайдан бері қасында төніп тұрған қауіпті байқамағам. Өзім сияқты бейхабар болған достарымды сақтандырып қою үшін бұл суретті салуға бар күшімді жұмсадым. Бермекші болған сабағым оған тұрарлықта еді. Мүмкін сіз бұл кітапта баобаб бейнеленген суреттей тамаша салынған суреттер неге жоқ деп те ойларсыз. Жауабы өте оңай. Мен тырысып ақ бақтым, бірақ қолымнан мардымды нәрсе шықпады. Ал баобабты салғанда бұл суреттің кешіктіруге болмайтын маңызды хабар жеткізетіндігі маған үлкен шабыт берді. Иә, кішкентай ханзада, сенің мұнды өмірінде біртіндеп түсіне бастаған сияқтымын. Ұзақ уақыт бойына сенің көңіліңді аулап жүрген нәрсе тек күннің батқанын қызықтау ғана екен. Мен бұл жайында 4-ші күні таңертең сен былай дегенде ғана білдім. Мен алаулап батқан күнді жақсы көремін. Жүр,
күннің батқанын көрейік. Қоя тұр, күте тұруге тура келеді. Нені күту керек? Күннің батуын күту керек. Сен әуелі аң-таң болып қалдың да, сосын өзіңмен өзің күліп жіберіп маған былай дедің. Мен өзімді үнемі өз үйімде жүргендей сезінемін. Шынында да осылай. Америка құрама штаттарында шаңқай түс болғанда Францияда күн бататыны барша жұртқа белгілі. Бір минутта Францияға жете алатын болсан, күннің батқанын қызықтау мүмкін болар еді. Өкінішке орай Франция өте алыс. Ал сенің кішкентай планетаңда алаулап қызара батқан күнді қызықтау үшін орындықты бірнеше қадамға жылжытудың өзі де жеткілікті еді. Сөйтіп, сенің көңілің ауса болды. Ымырт түсіп келе жатқан көкжиекке көз тігетінсің. Бір күні мен күннің батқанын 43 рет тамашаладым. Біраздан соң сөзіңді былай деп жалғадың. Сен білесің бе? Әбден мұңға батқан кезінде адамдар күннің оясына барып қонғанына қарағанды жақсы көреді. Ендеше күннің 43 рет батқанын көрген кезінде көңілің тым жүдеу болған екен ғой. Кішкентай ханзада жауап қайтармады. 5-ші күн тағы да қошаққанның арқасында. Кішкентай ханзаданың өмірі жайлы мына бір құпия сыр ашылды. Ол үнсіз ойға шомып тұрды да, кенеттен «Ай, шай жоқ. Қошыққан бұталарды жейтін болса, сірә, гүлдерді де жейтін болар» деп сұрады. Кездескенін жей береді. Тікенегі бар гүлді де ме? Иә, тікенегі бар гүлді де. Сонда тікенектің не қажеті бар? Мен онысын білмедім. Сол мезетте мен мотордың қатты бұралған бір бұрындасын босатудан қолым тимей жатқан еді. Ұшағымның бұзылғаны мені қатты қынжылта бастады. Өйткені ақаудың жөнделуі қиындау көрінеді. Оған қоса судың азайып бара жатқаны жақсылықпен бітпес деген алаңдаушылық туғызды. Тікенектер не үшін қажет? Кішкентай ханзада қойған сұрағына жауап алмай тынбайтын. Ұшақтың бұрандасы әбден титығыма тигенмен аузыма түскен нәрсені айта салдым. Тікенектердің ештеңеге керегі жоқ. Гүлдер оларды тек долылықтан өсіріп шығарады. Солай де. Ол біраз үндемей қалғаннан кейін барып, дауыстан әлдеқандай ренішті байқата былай деп салды. Мен саған сенбеймін. Гүлдер болса әлсіз, әрі ақ көңіл. Олар қолдарынан келгенінше өздерін жұбатады. Олар өздерінің тікенектерінің арқасында үрейлі сезінеді. Мен жауап қатпадым. Дәл сол мезетте, егер мына бұранда қатайған күйінде тұра берсе, балғамен бір ұрып сындырамын деп ойлап тұрғанмын. Сонда сенің ойынша гүлдер? Жоқ, мен түк те ойламаймын. Мен саған не болса соны айта салдым. Маңызды нәрсемен айналысып жатқанымды көріп тұрсың ғой. Ол маған таңырқай қарады. Маңызды нәрсемен? Ханзада қолымда балға, саусақтарым майдан қап-қара болып түрлі сұрықсыз затқа үңіліп тұрған маған қарап тұрды да, сен үлкендерше сөйлеп тұрсың, деді. Мен ұялыңқырап қалдым. Ал ол қатаң түрде сөзін қайта сабақтады. Сен бәрін шатастырып жібердің. Ештеңені түсініп тұрған жоқсың. Ол шынымен ызаланды. Алтын түсті шашы желмен желбіреп, мен қызыл қошқыл бетті кісі тұратын бір планетаны білемін. Ол адам өмірінде гүл иіскеп көрген емес. Ол ешқашан жұлдызға қараған емес. Бірде-бір адамды жақсы көрмеген. Қолынан бар келгені есептеп қосу ғана. Сондағы күні бойы қайталап айтатыны дәл сен сияқты. Мен ақылды адаммын. Тәкаппарлықтан тіпті ісініп кететін. Шындығына келгенде ол адам емес. Ол саңырау құлақ. Немене? Саңырау құлақ. Кішкентай ханзада ашудан тіпті бозарып кетті. Миллиондаған жылдар бойы гүлдің сабанында тікенек өседі. Сонда да миллиондаған жылдар бойы қойлар гүлді жегенін қойған емес. Гүлдердің еш пайдасы жоқ тікенектерді өсіруінің себебін білуге талпыну айтуға тұрарлықтай жұмыс емес пе? Қойлар мен гүлдер арасындағы байланыстың бар болмағаны ма сонда? Бұл мәселе қызыл бетті семіз мырзаның есеп қисабынан көре маңыздырақ емес пе? Егер де бүкіл әлемде жоқ, тек менің планетамда ғана өсетін жалғыз гүлімді қошақан бір күні жалмап жеп қойса, қалай болар еді? Қошақан не білдіргенін түсінбеуі де мүмкін. Осының бәрі сеніңше маңызды емес қой. Кішкентай ханзада қызарып кетті. Сосын сөзін былай деп жалғады. Миллиондаған жұлдыздың біреуінде ғана өсетін жеке дара гүлді жақсы көретін адамға өзін бақытты сезіну үшін аспандағы сол жұлдызға қарағаны жеткілікті болады. Ол өзіне өзі менің гүлім бір жағында тұр ау, дейді. Ал егер қошақан сол гүлді жалмап жеп қойса,
ол үшін жұлдыздардың бәрі бірден сөніп қалғандай болар еді. Сеніңше бұл маңызды емес қой? Ол жасқа булығып, бұдан артық ештеңе айта алмады. Кенет жылап қоя берді. Ымырт түскен шақ еді. Мен құрал-сайманымды тастай салдым. Балға мен бұранданың да, шөл мен өлімнің де мен үшін мәні болмай қалды. Бір жұлдыз, яғни менің планетам. Жер үстінде кішкентай ханзаданы жұбату керек болды. Мен оны құшағыма алып, тербетіп жұбата бастадым. Оған мен сенің жақсы көретін гүліне қауіп төніп тұрған жоқ. Сенің қошақанына тымылдырық салып беремін. Мен басқа тағы не айтарымды білмедім. Өзімді тым ебедейсіз сезіндім. Мен оның жүрегіне жедер жол таппадым. Көз жасы көл болатын осынау дүние соншалық құпия еді. Көп ұзамай-ақ мен бұл гүлмен жақсылап танысып алдым. Кішкентай ханзаданың планетасында бұрыннан бері қарапайым ғана, тек бір қатарлы қауызы бар, көп орындалмайтын, ешкімге де кедергі келтірмейтін гүлдер өсетін. Ол гүлдер таң ата көгалда пайда болып, кеш түсе солып қалатын. Ал бұл гүл белгісіз жақтан, ұшып келген ұрықтан өніп шыққан. Кішкентай ханзада басқа өсімдіктерге ұқсамайтын осы бір ерекше жас өркенді көз алмай байқалады. Мүмкін бұл баобабтың жаңа түрі болар. Бірақ бұл жас өркен бірден бойлап өсуін тоқтатып, гүл жара бастады. Үлкен қауызды жарып шыққанын бақылап жүрген кішкентай ханзада ғажайып бір нәрсенің пайда болатынын сезгендей еді. Алайда гүл асықпастан өзін жасыл шатырының астында құлпырып шығуға әзірленді. Ол баппен таңдалған қанық бояуларға боянды. Қауыздарын бір-бірден ашып, асықпай сәнденді. Дала қызғалдағы сияқты умаждалып шыққысы келмеді. Сұлулық сәулесіне боялып шыққысы келді. Иә, солай. Ерке тотайдың дәл өзі. Сөйтіп, құпия әзірлік күні-түні жалғасты. Мінеки, бір күні тура таң шұғыласынан шашқанда, бұл гүл қауызын жарып шықты. Соншама әдірлікпен дүниеге келген сұлуыңыз есінеп тұрып былай деді. Ах, ұйқымда аша алмай тұрғанымды қарашы. Сізден кешірім өтінемін. Шашым әлі ұйпалақтанып тұр. Сонда кішкентай ханзада өзін сүйсінуін жасыра алмай, қандай әдемі едіңіз, деді. Солай ма? Деп наздана тіл қатты гүл. Оның үстіне мен күннің шығуымен бір уақытта дүниеге келдім. Кішкентай ханзада оның тіпті де ұялшақ емес екенін бірден байқады. Сонда да ол жанында елжіретерлік еді. Көп ұзамай керемет гүл сөзін былай деп жалғайды. Таңғы асты ішетін уақыт болды-ау деймін. Сіз менің қамымды ойлауды ұмытпассыз. Ыңғайсызданып қалған кішкентай ханзада құманды тауып ала сала гүлді салқын сумен суарды. Осылайша гүлдің көңілге қаяу түсіретін менмендігі оның мазасын кетірді. Мысалы, бір күні ол өзінің төрт тікенегі жайлы сөз қозғап, кішкентай ханзадаға былай деді. Тырнақтары сояудай жолбарыстар келсе, келе берсін. Менің планетамда жолбарыстар жоқ, деді кішкентай ханзада. Оның үстіне жолбарыстар шөп жемейді ғой. Мен шөп емеспін ғой, деп жай ғана жауап қатты гүл. Кешіріңіз, мен жолбарыстан қорықпаймын. Алайда азынаған желді жаным жек көреді. Сізде шымылдық жоқ па? Азынақ желді жаны жек көреді. Бұл өсімдік үшін жолы болмас нәрсе ғой, деген ой келді кішкентай ханзадаға. Мына гүлдің мінезі шатақ екен. Кеш түссе сіз мені шыны қалпақпен жаба саларсыз. Бұл жер өте суық екен. Әрі қолайсыз жерде орналасқан. Мен келген жақта болса, алайда ол сөзін аяқтамады. Ол тек дән күйінде келген ғой. Басқа әлем жайлы білу мүмкін емес. Өтірігі әшкере болып қалғанын намыстанып кеткен ол, кішкентай ханзаданың өзін кінәлі сезіндіру үшін 2-3 рет жөтеліп жіберді де, сонымен шымылдық қайда? Әкелуге ыңғайланып едім. Сөзіңізді аяқтатпай қалай барармын? Сол уақытта ханзада өзін кінәлі сезініп қинала түссін деген оймен гүл қаттырақ жөтеле түсті. Осылайша кішкентай ханзада гүлге деген сүйіспеншілігіне қарамастан іштей күдіктене бастады. Бәлендей маңызы жоқ бос сөздерді көңіліне алған ханзада өзін нағыз бақытсыз адам ретінде сезінді. Мен оған құлақ аспауым керек еді, деп сыр ақтарды бір күні ханзада. Гүлдердің айтқанын ешқашан тыңдамау керек. Оларды тек тамашалап және хош иісін жұта беру қажет. Менің гүлім бүкіл планетамды хош иіске толтырды. Бірақ та мен оған қуана алмадым. Жыртқыш аңның тырнақтары жайлы әңгіме көңілімді босатудың орнына
одан сайын ашуымды келтірді. Ол тағы да ағынан жарыла, мен ол кезде нені түсініппін? Гүлді сөзіне емес, ісіне қарап бағалауым керек еді. Ол мені хош иісіне бөлендіріп, өмірімді нұрландырды. Мен ешқашан одан қашпауым керек еді. Аздаған қулықтардың тасасында жатқан нәзіктігін байқай білуге тиісті едім. Гүлдер сондай қарама-қайшы жандар, бірақ мен оны сүйе білуге тым жас едім. Менің ойымша, кішкентай Ханзада жабайы құстардың қоныс аударуын пайдаланып саяхатқа аттанып кеткен. Сапарға шығар күні ол ертемен планетасын жөнге келтірді. Жанып тұрған жанартауларының түтін шығар жолдарын мұқият тазартты. Оның сөнбеген 2 жанартауы болатын. Бұл таңғы асты ысытқанға өте қолайлы нәрсе. Бұлардан басқа, оның тағы бір сөніп қалған жанартауы бар еді. Бірақ ол айтқандай, сақтықта қорлық жоқ. Сондықтан сөніп қалған жанартауды да тазартып қойды. Егер олар жақсылап тазартылса, атылмай біркелкі әрі жай жанады емес пе? Жанартаудың атылғаны пештегі жалындаған оттай болады. Әрине, біздің жерімізде жанартауларды тазартуға күшіміз жетпейді. Біз тым кішкентаймыз. Олардың көптеген бақытсыздыққа душар ететіні де сол себептен. Кішкентай Ханзада аздаған мұнды кейіппен баобабтың соңғы шыққан сабақтарында отап тастады. Қайтып оралмасқа бел буған сияқты. Бірақ сол таңертеңгі істеген үйреншікті жұмыстары жанына ереке жайлы көрінді. Ал гүлді соңғы рет суарған соң, оны шыны қалпағымен жауып қоюға ыңғайланған кезінде жылағысы келетіні байқады. «Қош бол», деді ол гүлге. Алайда гүл жауап бермеді. «Қош бол», деп тағы қайталады ол. Гүл жөтеліп қойды. Бірақ бұл жөтел тұмаудың кесірінен емес еді. «Мен ақымақ болған екенмін», деді ақырында гүл. «Мен сенен кешірім өтінемін. Бақытты бол». Ханзада гүлдің дауысында кінәлау болмағанына қайран қалды. Ол қолына шыны қалпақ ұстаған күйінше не қыларын білмей қалшиып тұрып қалды. Бұл жылылықты қалай түсінерін білмеді. «Иә, мен сені жақсы көремін», деді оған гүл. «Сенің оны білмеуін менің кінәм. Айтып айтпай не керек? Сенің өзің де мен сияқты ақымақ болдың. Бақытты бола көр. Тастай сал мына шыны қалпақты. Маған оның енді қажеті жоқ. Ал жел ызғырығы ше? Мен соншама тұмауратқаным жоқ. Түнгі салқын ауа маған пайдалы. Мен гүлмін ғой. Жан-жануарларды қайтесің? Көбелектермен танысқым келсе, 2-3 құртқа шыдауым керек емес пе? Көбелектер әдемі болса керек. Әйтпесе, кім маған қонаққа келеді? Сен алыста болсан, ал ірі аңдардан қорықпаймын. Менің де тырнақтарым бар ғой». Ол аңғырттықпен өзінің 4 тікенегін көрсетіп қойды. Сосын сөзін сабақтап, «Осылайша мелшиіп тұра бересің бе? Титыққа тиеді екен. Кетуге бел буған екенсің. Кет», деді. Бұлай айтқан себебі гүл өзін жылап тұрғанын оған көрсеткісі келмеді. Бұл асқан бір тәкаппар гүл еді.